Қайырлы күн баршаңызға. Мерекелік дастарханға арналған қуырылған брынзадан дәмді салат дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен тұзы аздау брынзамызды осылай турап ұнға аунатып аламыз. Және де ұнын қағып осылай тақтайымызға түсіріп аламыз. Табамызға сәл май құйып қыздырып, қызған соң брынзамызды салып, екі жағын аударып қуырамыз. Жақсылап қызарып қуырылған соң, қағаз майламызға түсіріп аламыз, сонда артық майлары сіңіп кетеді. Тұздық дайындаймыз. 2-3 сарымсаққа қара бұрыш, кориандр және қызыл бұрыш, оған жаңағы қалған ыстық майымызды құямыз. Видеода байқасаңыздар, май қуырылып, күшті ерекше әдемі дәм береді. Черри помидорымызды жуып, осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Зәйтүнімізді де ортасынан бөлеміз, бөлмесеңіздер де болады. Және сары түсті болгар бұрышын осылай 4-5 қылып турап алдым. Одан бөлек бізге көк шөптер қажет болады. Астына описанияға қандай көк шөп пайдаланғанымды айтып кететін боламын. Майымыз салқындаған соң, осылай үстінен 3-4 ас қасық қосамыз. Және де біраз брынзамызды бірге салып, жақсылап араластырамыз. Қалған брынзамен бетін әдемілейтін боламыз. Салатымыз дайын болған соң, осылай әдемілеп ыдысымызға салып аламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Тұздығы да, дәмі де, түрі де өте ерекше әдемі салат. Дайындап көріңіздер, сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Менің арнамда бұл салаттан басқа да әдемі дәмді ерекше салаттың рецептері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Алда бұдан да жақсы рецептермен бөлісетін болам. Сау болыңыздар.